Алғаш мені ана тандырған алтыным, жаныма сая болған саяшым, тұла бойым тұңғышым, өмірімнің мәні, сәні болған сән қызым, ән қызым. Бүгін сен аз ғана уақыт қонақ болған үйіңнен өз үйіңе аттанып барасың. Қимастық сезімді жасыра алмаймын, бірақ сенің өз теңіңмен ғұмыр кешуіңді, бақытты болуыңды, барған еліңді бақытты қылуыңды марқұм әшең де, мен де қалаған едім. Күйбең тірлік деп сені бала күнімде ойната алмасам, еркелете алмасам, кеше көріп отам. Мен сендер үшін еңбек еттім, сендер деп ұйықтамадым. Өйткені сендердің болашақтарың мен үшін қымбат, жауапкершілігі мол іс еді. Аяғыма оралмай тез есейгеніңді, бой түзеп бойжеткеніңді байқамай да қалыппын. Уақыт деген зымыран екен. Мен концертке, тойға барғанда өнер көрсетіп келгенше жыламай, тапжылмай, отырғызып кеткен жерде отыратынсың. Сен менің жанымның бөлшегісің, жүрегімнің жартысысың. Ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажырата алатын жастасың. Мен саған сенемін. Барған жеріңде ата-енеңді құрметтеп, солардың ақ батасын алсаң, екі дүниеде де жаман болмайсың. Ер азаматыңды пірім деп, отағасым деп, патшадай күтіп, өзің ханшайымдай өмір сүр. Жұбыңмен үлкен өмірге аттағалы жатырсың. Жолдасыңмен бірге қадам басқан, жолдарың даңғыл, өмірлерің мағыналы болсын. Екі жаққа да сыйлы болып, екі жақты қуантып жүре беріңдер. Аналық ақ тілегім осы. Біздің әулетті мені сыйлап келген жақсыларым, баршаңызға басым тиемін. Алланың амандығында, жақсылығында болыңыздар. Рахмет баршаңызға. Жалғыздан жалғыз оралма, қошаман қалқан қошаман, көңілді қайтен бозағын, алдыңнан ашсын бағыңда, атаған жаңайын бозағын, алдыңнан ашсын бағыңда, атаған жаңайын бозағын. Тойымыздың төріне бүгінгі ұзатылып отырған Жансая қыздарымызды өзінің анасымен ортаға шақырамыз. Жақында ғана халық алдында қоңыр даусымен дәстүрлі әндерді шырқап жүрген әнші Наркенже Серікбаева қызын ұзатып, елдің назарын өзіне аударды. Әдетте қыз ұзату әрбір ананың жүрек тебірентер сәті. Ал бұл жолғы қуаныш әлеуметтік желіде үлкен пікірталасқа себеп болды. Көпшілік Наркенженің әрекетін сынап, ажырасқан қызды қайта ұзату дұрыс емес деген пікірлерін ашық жазды. Бірі, қазақта мұндай салт жоқ, тек орамалын ғана ауыстырады десе, енді бірі. Желі қолданушыларының осы сынына Наркенже Серікбаева бейжай қарамай өз жүрек сөзін жеткізді. Әншінің айтуынша, ол бұл күнді көптен күткен. Қызын дәл осылай ұзатуды жүрек түкпірінде армандап жүрген. Әр ана үшін баласын жат босағаға аттандыру қимастық пен қуаныштың, толқу мен көз жасқа толы ерекше сәт. Наркенже де сол сезімнің бәрін бастан кешірді.
Ол әлеуметтік желідегі пікірлерге жауап бере отырып, кешелі бері біздің үйдің қуанышы желіні жаулап кетті. Жақсы да, жаман да пікір айтылуда. Бірақ біз өсекке емес, өсиетке құлақ асатын елміз ғой. Мен әрқашан жақсылықты ойлап жақсылықты тілеймін. Жансай қызым, жанымның саясы. Бүгін ол шырайлы Шымкенттен жазиралы Жаркентке ұзатылды. Қимастықпен шығарып салдық. Толқыдық, жыладық, қуандық. Әрине, жаныңның бір бөлшегін жат ұяға қиып беру оңай емес. Дегенмен жастар бір-бірін ұнатып қол ұстасқан соң, біз ата-ана ретінде батамызды бердік. Мен ұзатқан қыздар қайтып келген емес деді. Бұл сөздерінен оның аналық жүрегі, салт дәстүрге деген құрметі, сонымен қатар қыз бақыт үшін бәріне дайын екені көрінеді. Желіде айтылған сынға қарамастан, Наркенженің бұл қадамын қолдағандар да бар. Олар әркімнің таңдауы өзінде, ана жүрегі қалап тұрса, неге болмасқа, ең бастысы, қыздың бақыты деген пікірлерін білдіріп, әншіні демеп жатты. Осылайша Наркенже Серікбаеваның қызы Жансая да өз бақытына жол тапты. Бұл оқиға қазақ қоғамында әлі де дәстүр мен жаңашылдықтың, ескі ұстаным мен жаңа көзқарастың ара жігін талқылап жүргенімізді көрсетіп берді.